Осы Рамазан айында Кадыр түнінде кейбір адамдар айтып жатады, дастархан жайып қойып отырсам, Кыдыр ата келеді екен, сонда жақсы болады екен деп бір нәрселерді сондай ырымдап жатады. Осы дұрыс мәселе ме? Кадыр түнінде бұл ой түйсіктің пайда болуына негіз болған Құран аятындағы тәнәззәлул мәлаикәту ва рух, яғни рухтар және Жәбрил алейхиссалам да жерге түсіп, солардың ғибадатымен бірге, құлшылығымен бірге болатындығы жөнінде айтылған аяттың негізі. Яғни біз баршаларымызға белгілі, қазақ халқы өте қонақшыл, кез келген қонақты құрметтеп, дастархан жиған, көңілін аулап, соның батасын алған елдің біріміз. Өзіміз жемей отырған тамақты қонақтың алдына ұсынған халықпыз. Бала-шағамыздан тығып отырған тәтті кәмпиттерімізді бала-шағаларымыздан тығып келген қонағымыздың алдына жайылған қазақпыз. Міне осы пейілімізге қарай Аллах Тағала осы рызқы несібені өз несімен кеңінен жеткізіп жатқан болар деп ойлаймыз. Өйткені бұл Қадыр түнінде дастархан жайып күту, дастарханның үстінде отыру бұл шариғатта жанама нәрсе емес. Яғни бұл рұқсат етілген, бұл болады. Яғни дастарханның үстінде отырып, жоқ дастархан жайылса дұрыс болады, дастархан жайылмаса дұрыс болмайды деген мәселе жоқ. Бұл жерде өзі қандай ахуалда күткісі келген болса, қонақтармен отырса, қонақтар келген болса, ол міндетті түрде біз дастархан жаямыз. Яғни ол жаңағы дастархан жайылса қабыл болады, дастархан жайылмаса қабыл болмайды деген түсінік дұрыс емес. Яғни біз бұны дастархан жайсақ қана дұрыс болады екен, дастархан жаймасақ дұрыс болмайды екен деген түсініктің өзі дұрыс емес. Сондықтан бұл жерде біздің түсінігіміз осы келген қонақты, осындай бір кей кезде басқа дін өкілдеріндегі мерекелерде сондай бір үйренішке сонда дастархан жайып, қонақтармен отырып күтеді ғой, мысалы үшін. Сол сияқты Қадыр түнінде сондай бір дастархан жайып, өзі жаңа жақсы дастарханның үстінде баталы дастархан етіп, дұға етіп отырғанды біз қазақ халқы әдетке, ғұрыпқа айналдырған халықпыз. Бұл шариғатта талап етілмеген мәселе болғанмен, бұл бізде өте бір жақсы қалыптасқан әдет ғұрыптардың бірі деп білеміз. Сондықтан дастархан жайып, қонақтармен бірге, не болмаса өзінің үй ішімен бірге отырса, бұл нұрдың үстіне нұр. Бірақ оны келіп, Қыдыр ата келіп, тамақ жеп кетеді деген, осы дастарханға келеді деген, бұл соқыр сенімдік. Бірақ сондай сеніммен, сондай нәрсені үміт еткен қалде, сол ниетімен қарап, барлық жақсылықтың жолын ашып, соның сауабын үміт етіп табады. Егер неге ниет еткен болса. Өйткені ниятул муъмин хайрун мин амалихи. Мұсылманның ниеті істеген ісінен де жақсы. Ол істеген ісінен гөрі оның ниеті сол еді. Ниетіне қарап соны істеп жатыр. Оған ешкім бұйырған жоқ дастархан жайды. Солай жайылып, осылай отырсам дұрысырақ болады ғой деп. Ал ол ешқандай тыйым салынған нәрсе емес. Істесін. Бірақ дәл осындай болады, осындай болу керек деп оны шарт қылу дұрыс емес. Рахмет, түсінікті.